Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді картошка десертімен бөлісетін боламыз. Бар болғаны 5 минутта дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай печеньелер қажет болады. Печеньелерімізді сындырып, осылай блендерге салып уатып алатын боламыз. Блендер болмаса, салафанға салып, оқтаумен уатып алсаңыздар да болады. Дәл осылай жасаймыз. Енді печеньемізге сары май саламыз, біраз қасыққа жеткізбей, және сгущенка салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз, біркелкі қалыпқа келуі керек. Міне осындай бір-біріне жабысатындай қалыпқа келген уақытта жеткілікті болады. Енді бұған какао салатын боламыз. Кофе салсаңыздар болады, қышқылдан болған қаласаңыздар. Қалауыңызша какао қосамыз. Және осылай формасын жасайтын боламыз. Бетін қалауыңызша әрлесеңіз болады. Біздер сгущенкамен осылай әрлеп қойдық. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. 5 минутта картошка десертін жасап, жақындарыңызды таңғалдырыңыздар. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де біздің арнаға тіркеліп алыңыздар, себебі біздің арнамызда дәл осы барлық рецепт тегін тұр. Қараңыздар, көріңіздер, тіркеліңіздер.